еще аламыз ғой ойын болып жатқан кезде артынан әлем болып тұрамыз. Өткінші кезде ішті албаса болады ғой.
Құрметті спортсүйер қауым, мынау өзіміздің Түркістан облысының чемпионаты басталып жатыр. Қазір ашылу салтанаты болады. Түркістан облысының құрылғанына 5 жыл орай Түркістан облысының чемпионаты. Бұл Түркістан облысының чемпионатының өтуіне ықпал жасап отқан Түркістан облысының спорт басқармасы. Прямой солардың несі, одан кейін осы жерде өтіп отқан Сауран ауданының спорт бөлімі бар, осы жердегі спорт жанкүйерлері бар. Солардың арқасында өтіп отыр спортымыз. Негізгі біздің облыс чемпионатының негізгі мақсаты Өскемен қаласында алдымызда 30 қазан 7 қараша арасында чемпионат Қазақстан өтеді. Сол Қазақстанның алдында іріктеу жарысымыз болды. Негізі волейболымыз осы біздің қазір өңірде жақсы дамып келе жатыр Түркістан облысында. Оның ішінде жақсы дамып келе жатқан өңірлер Түркістан қаласы бар, Сауран ауданы бар, Сарыағаш ауданы, Сайрам ауданы, Ордабасы ауданы бар, Бәйдібек аудандары бар, Түлкібас, қалған аудандарда жаймен осы неге тартылып келе жатыр. Қазір командалардың уже бір 8 ауданның деңгейлесі уже барлығы. Қайсы жеңетін оны ешкім айта алмайды. Бұрын мысалы осыдан 2 жыл алдын мысалы 3-4 аудан бар, солар орын алып кететін еді. Қазір ондай жоқ. Енді сол 8 ауданға уже қалған аудандарда қосылып жатыр қазір. Негізі волейболымыз жақсы дамып жатыр облыста, шындап келгенде. Қай жылғы жеткіншектер арасында өтіп жатыр? Жеткіншектер 2009 жылы, 2013 жылғы жасөспірім спортшылар арасында өтіп жатыр. Сол Қазақстанға дайындығымыз болды. Сосын биылғы жетістіктеріміз, биыл жыл басында чемпионат Қазақстан өтті. 2 отырыс 2008-2009 жылғы Талдықорған қаласында бірінші орын алдық, чемпион болдық Қазақстанда. Одан кейін 2006-2007 жылғы жасөспірімдер арасында Петропавл қаласында өтті, қаңтар айында. Ол жерде 2-ші орын алдық. Одан кейінгі жетістігіміз жазғы 6-шы жазғы спартакиада болды. Сол жерде өзіміздің волейболшылар, енді кезінде жас спортшыларымыз болған, қазір жоғары лигада ойнайды. Сол спортшыларымыз Қазақстан Республикасының 6-шы жазғы спартакиадасында 3-ші орын алды. Қазіргі жасап жатқан жұмыстарымыз осы. Құдай қаласа келешекте бұдан да биік белестерді асырамыз деген. Ел құрамасына балдар беріп жатырмыз. Құдай қаласа келесі жылы U18 бар, соған бір 3 кандидатымыз бар. Сөйтіп жұмыс жасап жатырмыз. Енді осы волейбол спортына жаңа спортшыларды тарту мәселесі бойынша қандай жұмыстар атқарып жатырсыздар? Негізі жаттықтырушылардың арасында өзіміздің арасында жиналыстар болып жатыр. Спортшыларды спортқа тарту туралы аудан-аудан, өңір-өңірлерде. Соның ішінде жаңа БЖСМ-дегі астам жаттықтырушылар ауыл жерден жақсы спортшыларды іздеп, қызықтырып, соларды дайындап ары қарай соларды әкеліп облыс құрамасына көрсетіп отқан жайы бар. Қазір негізі ауыл өңірлердің өзінде осындай ішкі жарыстар көп ұйымдастырылып, сондай волейболға деген үгіт насихаттар жүріп жатыр алдымызда. Бүгінгі жарыстың жеңімпаздары қашан анықталады? Бұл енді жарысымыз ертең бітеді. Құдай қаласа бүгін группа бітеді, ақтық ойындар ертең болады. Ертең бітеді ғой. Біз 3 апта бойы тынымсыз дайындалып, осы чемпионатқа келдік. Біз бірінші кездесуімізді Шардара ауданымен өткіздік. Шардара ауданын 2-0 ұттық. Енді басты мақсатымыз осы чемпионатта чемпион болуы. Мен волейболмен айналысып жатқаныма 2 жыл болды. Мен қысқы чемпионатта Қазақстан чемпионы атандым. Және де күзгі Түркістан чемпионатында Отар ауданында 3-ші орын иелендік. Мен Жетісай ауданының ойыншысы Мұхтар Нұрасылға өте көп еліктеймін. Мен сол сияқты сондай кезеңде ойнағым келеді.